шынымен бауыр екіге бөлінеді екен дейді. Өзіңнің туған бауырың дін бауыры болып екіге бөлінеді дейді біреулер айтады. Кейде мынау дін бауырың өзіңнің туған бауырың істей алмаған нәрсені де істеп беріп жатыр дейді. Мынау табылатын орында табыла алмай қалады да, мыналар табылып қалып жатыр орында дейді. Пайғамбар соны айтты. Иманның ләззатын татасыңдар. Құдай үшін дос болу. Алла үшін дос болған кезде бауырлар, иншалла ертең біз жәннатқа кірген кезде біз бір-бірімізге алғыс айтамыз иншалла. Бауырым, саған Алла разы болсын, рахмет саған. Сен білгеніңді маған айтып жүрдің, мен саған айтып жүрдім. Мен саған қарап өзімнің бойымдағы кемшілігімді түзеп жүрдім, қажетіңе қарап. Деген сияқты біз бір-бірімізге алғыс айтады екенбіз жәннатта. Кірейін деп жатқан кезде. Сол кезде Алла Тағала айтады аятта. Алла Тағала сендердің бәріңе разы болды, кіріңдер жәннатқа. Екінші бір қауым бар, Құдай сақтасын, енді Алла сақтасын. Олар бір-біріне лағнет етеді екен, лағнет. Сенімен дос болған күнім құрып кетсін. Қаяқтан мен сенімен дос болдым уақытысында.